Қалай оңай заттарды табу керек екенін қазір көрсетейін. Ең бірінші бізге не керек, соны жазайық. Мысалы, очки. Очки орысша жазсам да негізі шығып жатыр. Міне, топ продаж заттарды көрсетіп жатыр сізге. Екінші иероглифте бағасы. Азы бар, міне, екіншісін бассақ, азы бар, қымбаттауы бар. Осылар таңдап алсаңыз болады. Және де үшінші иероглифте брендтер бар. Екіншісін бассақ, міне. Брендтер бар, осылай таңдап алсаңыз болады. Және де мына төртінші иероглифте брендтердің копиялары үш жерде болады. Ең соңғы иероглифте өзіңіздің қай баға керек сізге. Мысалы, 11-де 50 юаньға дейін керек. Қалаларыңызды, мысалы, міне, қалаларыңызды да белгілеп алсаңыз болады.